Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге балаларым сүйіп жейтін пиццериядағы, ресторандағыдай тестасы қамыры өте жұмсақ болып шығатын осындай пиццаның рецептімен бөлісемін. Үйдегі бар заттармен жасалынады. Міндетті түрде жаңағы магазиннен барып арнайы сатып алудың қажеті жоқ. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерден бір өтініш, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Ең алдымен жылы суымызды құйып, біраз қасық дрожжымызды толтырмай саламыз. Қантымызды да дәл солай саламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Болмаса зәйтүн майын құйсаңыздар да өте жақсы болады. Жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұзды салуды ұмытпаңыздар. Тұз бен қант ерігенше араластырып аламыз. Ары қарай електен міндетті түрде өткізілген ұнымызды салып, алғашқыда қасықтың көмегімен немесе қолдың көмегімен илеуге болады. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Пиццаның ең маңыздысы ол қамыр, сондықтан қамырымыз жақсы болып шығу үшін онда өте електен өткізу керек. Сондықтан илеу барысында да барлық ұнды бірден салмай, тығыз болып қалуы мүмкін. Барлық ұнды бірден салсаңыз. Сондықтан аз-аздан електен өткізіп, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Немесе арасында осылай қолға жабысатын болса, сұйық майды аздап құйып, қолымызға ары қарай қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Ыдысымыздың жан-жағында қамырларды тазалап алып, қолымыздан барлық қамырлар тазалап, видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағын тазалап алғаннан соң 1 сағатқа тындырып қоямыз, немесе 40 минутқа. Ашыған қамырымызды осы тақтайшаға кішкене ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз, немесе өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жаңағы бөліктерге бөлсеңіздер болады. Менде осылай 2 бөлік шықты үлкендеу. Видеода көріп тұрғандарыңыздай солай етіп аламыз. Жұмсақ болғандықтан қамыр қолға жабысқақ болады, сондықтан ұнтақтап ары қарай илесеңіздер болады. Осындай жұмсақ қамыр шығу қажет негізі пиццаға. Осылай бәрін екеуін суалап алғаннан соң, біреуін алып жұқа етіп жаямыз. Ары қарай оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың ортасы немесе шеті қалың болып кетпеуі қажет, өйткені барлық бірдей тегіс болып жайымыз. Міне толықтай жайып алдық. Енді фольгаға төселген табамызға, дайындаған табамызға осылай салып аламыз. Бәрін бір келкетіп саламыз қазір. Менде мына шеті шығып кеткен екен, кішкене ғана ішке қарай қайырып жібере салайын. Осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Ары қарай бізде үйде кетчуп бар екен, үйде не бар, сомен жасаймын. Осы кетчуппен барлық жеріне жағып шығамыз. Немесе майонезбен араластырып жақса да болады, бірақ кетчуппен жасаған дәмдірек болады.
осылай барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Өздеріңіз қалауларыңызша кетчуптың ащысы бар, ащы емесі бар. Сондықтан мен міндетті түрде ащысын аламын, кішкене дәм береді. Сондықтан сіздерге ащысын алуды кеңес беремін. Енді кезекте копченый жаңағы кептірілген колбасаларымызды осылай дөңгелетіп етіп кесіп аламыз. Енді кезекте сырымызды, менде голландский сыр, комо деген, сіздер арнайы пиццаға арналған сыр қолдансаңыздар болады. Өйткені бізде үйде желінбей қалып кеткен осындай комо сырлары бар. Соны өткізуге бар заттармен жасаймын деп шештім. Сіздер де осылай үйде қалып желінбей қалған сырлармен жасасаңыз өте дәмді болады. Ары қарай жаңағы кесілген сырлар бар менде. Осылай кесілген сырларды осылай қойып шығамын. Жаңағы тастаудың қажеті жоқ. Бұндай сырларды өте дәмді болып шығады. Оның үстіне холодильникте тұрып кеуіп қалған немесе көп тұрып қалған, желінбей тұрып қалған сырларды осылай қосып жіберсеңіз болады. Міне осылай қойып шықтым барлық жеріне. Ары қарай енді колбасаларымызды қоямыз. Егер қамырдың шетін бүкпей жаңағыдай осылай түйіп шықпай-ақ, сәндемей-ақ қойсаңыздар да болады. Осылай сәндеп екі шетін осылай бүгіп шықсаңыздар, әдемі сондай пиццаларыңыз шеті жаңағы сәл қалыңдау, дәл пиццериядағыдай болып тұрады. Барлығын айналдырып осылай бүгіп шықтым. Пешіңіздің барлық 320 градусқа барынша қойып 10 минутта пісіріп аламыз. Сізде мейлі әсел пеш болсын, немесе басқа пеш болсын, осындай градуста пісіреміз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Әлі ыстық болып тұр. Пиццаның бір фишкасы, жаңағы лайфхагы дейін, ыстық кезінде жеу өте дәмді болып тұрады. Ыстық кезінде жесеңіз, жаңағы мұздап қалғаннан кейін қызығы кетіп қалады дейді. Сондықтан ыстық кезінде жеу керек. Сыры да өте дәмді болып тұрады. Қараңыздаршы қандай жұмсақ. Осындай негізі пиццаның барлық дәмдісі ол қамырында, сондықтан және сырында. Сондықтан істеуге кеңес беремін. Егер сіздерге ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар.